жайғасып отырайық. Балалар, біз қайда келдік? Тәжірибе алаңына. Балалар, тәжірибе жасау үшін бізге құралдар қажет. Қандай құралдар? Белсендірген көмір, су, стакан. Сосын? Тағы қандай заттар қажет? Сумка. Сосын мақта қажет екен, е? Олай болса, балалар, мен сендерге ерекше тәжірибемен бөліскім келіп отыр. Бұл тәжірибе адсорбция деп аталады екен. Адсорбция дегеніміз қатты және сұйық заттардың сүзілуін адсорбент деп атаймыз. Осы адсорбцияға балалар біз қазір тәжірибе жасаймыз. Тәжірибе жасау үшін алдымен бізге су қажет. Осы суға зеленкамыздың 1-2 тамшысын тамызамыз. Сосын суды араластырамыз. Қараңдар балалар, суымыздың түсі өзгерді ме? Өзгерді ме? Иә. Түсі қандай болды? Көк. Мөлдір көк. Осы суды балалар стаканды аламыз. Кәнеке, стаканға бөліп құямыз. Енді қараңдар балалар, енді осы стаканымызға белсендірілген көмірді салыңыздар. Сала ғой, көміріңді, белсендірілген көміріңді сала ғой. Қараңдар уже. Сала ғой, бәрін сал. Сала бер, үнжу сал. Сал. Ал ғой. Жылдамырақ саламыз. Қараңдар балалар, суымызға белсендірілген көмірді салып едік. Іс-әрекет барысы жүріп жатыр, иә? Суымыздың түсі қандай болып бара жатыр? Қара. Сала ғой, бәрін салыңдар. Сал. Сал. Енді араластырыңдар. Салам. Енді араластырамыз. Біздің белсендірілген көміріміз ерігенше әбден мына ары қолын ұстай ғой. Стакан ұстай ғой. Араластырыңдар. Әбден араластырамыз. Біздің белсендірген көміріміз еруі қажет. Еріді ме? Суымыздың түсі қандай болды? Қара болды, иә? Өзгеріп кетті. Ал енді араластырып болған соң орнына қойып, бірнеше секунд күтеміз. Қараңдар балалар, судың түсі қап-қара болды, иә? Енді біз осы судан тұнық суды сүзіп алу үшін бізге келесі түтікше қажет. Міне, ала ғой түтікшені. Осы түтікшеге мақтаны салыңыздар. Мақтаны сала ғой. Сала ғой мақтаны. Сал. Мына ішіне мақтаны сал. Жоқ, бәрін сала ғой. Сал мына ішіне. Ширатып сал. Енді бізге тұнық суды сүзіп алу үшін бізге колба қажет екен. Міне, екеуіне 2 колба. Енді колбаның үстіне түтікшелеріңізді қойыңыздар. Қоя қойынжу. Ал суларыңызды көріңіздерші. Қара болды ма? Алуа, суыңды көрші көтеріп. Жоғарыға. Қара болды ма? Қара түсті болды, иә? Енді осы суды түтікшенің ішіне құямыз. Құя қойыңыз. Төгіп алмай, асықпай құямыз. 2 қолмен құямыз. Алуа, 2 қолмен. Құя қой. Енді күтеміз. Қараңдар балалар. Бізде қандай су пайда болды? Тұнық па? Тұнық су, я? Құя ғой. Құя ғой. Қоя ғой. Ал балалар, қараңдаршы, біздің стаканымыздың түбінде не қалды? Бағана не қостық біз?
Белсендірілген көмір қалды. Ол өзінің бойына әртүрлі зиянды заттарды сіңіріп алып, бізге қандай су беріп жатыр? Тұнық су, суымыз тұнық болды. Осы әдісті біз абсорбция әдісі деп атаймыз. Бүгінгі тәжірибе сендерге ұнады ма, балалар? Өте қызық, Бұдан былай тағы да осындай тәжірибелер көптеген жасайтын боламыз, Ой, балалар, бүгінгі тәжірибеге ат салысқандарыңызға рахмет.